Бүгін 30 сәуір 2025 жыл. Мынау құлпынайдың арасына еккен қиярларымыз жаймен пісіп жатыр. Алғашқы түйіндері уже үзуге кеп қалды. Алла қаласа жақында тере бастаймыз. Бұл енді құлпынайдың арасына еккен болатымыз. Бір оқпен екі қоян ұту болған. Мақсатымыз және мынау құлпынайларымыз әлде де салып жатыр бірең-сараң. Уже мамыр айы болса да, уже ертеңнен бастап мамыр айы. Мынау сорт, корейский сорт, әлде де аздап өнім беріп жатыр. Бұл жерге төбесін көлеңкелеп, жылыжайдың және салқын температураны қамтамасыз еткенде бұл сорт біразға дейін өнім бере береді екен. Алмалар, мұртшалары осыдан көшет алатын боламыз. Құдай қаласа, мінекей жағдайлар өте жақсы. Бұны енді стақанға немесе кассетаға отырып шығамыз. Сөйтіп өзіме көшет өндіріп аламын. Бұл сорттың бір жақсы жері жағы тәттілігі жалпы. Отыр ғой мына. Товарный вид дейді ғой. Түрі түсі бәрі әдемі. Тәттілігі де жақсы. Қазіргі құлпынайда білесіздер ғой. Тәтті болмайды. Қанша үлкенмен болғанмен көбісі тәтті бола бермейді. Ал мына сорт өте тәтті. Мінекей әлде салып жатыр. Төбесінде қиярлар пісіп жатыр осылай жаймен. Құдай қаласа, осы сортты көбейтетін боламыз. Өзіме осы сорт ыңғайлы болды және осы сорт қатты ұнады өзіме. Құдай қаласа, осы сортшылардан көшет өндіріп көбейтетін боламыз.